Сәлем достар, менімен бірге дәмі өте әдемі болып жұмсақ болып шығатын нанды жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ұн, дәміне қарай тұз, бір жұмыртқа, сұйық май, бір ас қасық майонез жетеді. Сол бір сары майымызды саламыз, ертіп аштығымызды салып аламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Суын құямыз. Қамырымыз қатты болып қалмасын, жұмсақ болған жақсы болады. Нан жұмсақ болып шығатын болады. Қолымызбен әбден мыжғылап біріктіріп аламыз. Жақсылап біріктіріп илеп алыңыздар. Көтерілуі жақсы көтерілетін болады қамырымыз. Міне осылай жақсылап илеп алдым. Енді бір сағаттай қойып қоятын болам жылы жерге. Үстінен пакет жауып бір сағаттай қойып қойыңыздар. Қамырымыз міне әдемі болып ашып шықты. Міне өте жұмсақ әрі әдемі болып тұр. Енді бұны тапамызға алып кішкене формасын келтіріп аламыз да, үстінен мен пакет жауып тағы да жарты сағаттай қойып қоям. Болмаса бір 15 минут қойып қойыңыздар. Тағы да көтерілсін. Пакет жауып қойып қойдым. Көтеріліп шықты. Үстінен мен осылай жасаймын. Өте әдемі болып шығады. 200 немесе 180 градуста 30 минут пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде сарысын жағыңыздар жұмыртқаның. Сонда беті сап-сары болып шығады. Тура пирогтың түріндей болып шығатын болады, достар. Осылай жасап көріңіздер. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментария жазып, лайк басып қойыңыздар. Міне сап-сары болып шығатын болады осылай. Міне біздің нанымыз өте әдемі болып пісті. Сап-сары болып шыққан ұнайды. Қызарып. Сіздерге кесіп те көрсетейін. Міне өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге ас болсын. Міне өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер.